Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Қараңыздаршы, қандай керемет қар жауып тұр. Құдайдың жарылқауы, Құдайдың керемет сыйы. Әрбір күн бұл бізге берілген Иса Масихтан сый. Аумин. Бүгін мен Матайдың 18-ші тарау 19-ші аятымен бөліскім келеді. Сендерге мынанды айтамын: жер бетінде екеуің келісіп, қай нәрсе болса да көктегі әкемнен сұрасандар, менің атымнан ол бәрін бермек. Өйткені екі-үш адам мен атынан жиналса, мен орталарында боламын дейді. Аумин. Ол Құдайдың бізге берген өсиеті. Құдай ешқашан өтірік алдамайды. Құдай ешқашан да ол артық кем сөйлемейді. Құдайдың сөзі ол Құдайдың өзі. Сондықтан киелі кітап айтады: егерде сен менен бір зат қаласан дейді, екі адам болып менен сүйініп сұрасан, мен сендердің дұғаларына жауап берем дейді. Бірақ та Құдайдың еркіне сай. Аумин. Құдайдың еркіне сай. Көп кезде маған сенушілер айтады: бақташы, маған Құдай жауап бермей жатыр. Мен 2 жыл, 3 жыл дұға етіп жатырмын, ораза ұстап жатырмын. Құдай маған жауап бермейді дейді. Менің үмітім үзілді дейді. Мен сені бүгін жігерлендіргім келеді. Егерде сен Құдайдан бір зат сұрап жүрсен, және Құдай саған жауап бермесе, біл, мына жерде Матайдың 18-ші тарауында, Матайдың 18-ші тарауында дейді: менен сұраңдар, мен сендерге беремін. Қай жерде мен атымды мадақтап, дәріптеп, дүзе бүгіп, 2 адам, 3 адам жиналып, менен сұраса, мен жарылқап баталаймын. Бұл Құдайдың өсиеті. Ерте ме кеш пе, уақыты келгенде Иса Масих саған барлығын береді. Өйткені оған мүмкін емес зат жоқ. Аумин.